парламентке барып қазақша аңқылдап сөйлеуге жол жоқ. Парламент әліппе үйрететін, қазақша тіл сындыратын жер емес. Парламентке қазақ тілін жетік меңгерген, қазақша сөйлей алатын, мемлекеттік тілді дәріптейтін, құқықтық, заңдық, экономикалық, елдің әлеует арттыруға сауаты жететін азаматтар барсын. Әнші-пәншілер, блогерлердің ешқайсы өтпесін жерге. Кәсіби парламент жасайық. Тоқаев мемлекеттің бюджетінен ақша шығарып отырып, сайлау жасап, конституцияны ауыстырған кезде жайдан жай ауыстырмады деп есептейік. Халықтың ақшасын оңды-солды шаштырмайық. Ақыр осындай құрылтай құрып отыр ма? Ендеше құрылтайға жаңа адамдар барсын. Парламентті бұрыннан меншіктеп алып, меншікті тұрғыны болып жүрген шал-шауқандарды жолатпаңдар. Жаңа ойлы азаматтар барсын. Былғанбаған, кірленбеген азаматтар барсын. Қазақтың тағдырын дұрыс қараңыздар. Тағдырын аманаттап берген елді бұлай басылуға, бұлай ойнауға болмайды. Осыны ескеріңіздер. Ұлттық құрылтай туралы жазған видеома көп адам неге Елдос өзіңді депутаттыққа ұсынбайсың дейді. Біріншіден, мен өзімді ұсынбаймын ешқашан. Екіншіден, бұл өзін-өзі депутаттыққа ұсынатын жүйе емес. Партия шешеді. Қазір қай партия өтеді, сол өзінің адамдарын өткізетін болады. Яғни партия төрағасының көңілі кімде түссе, сол парламенттің төрінде қасқайып отыратын болады. Елдің бәрін шулатта, амана қойып, бір-екі күн дегендер. Бірақ мен таңғалған жоқпын негізі бар. Аша матай, жүрегімнің қалауы деп тұрған адамды қалай естисің? Анау дейді вообще мызылып, сызылып тұр анау ар жағындағысы. Өнер жолындағы да, саяси жолында да деп неғып жүр ана екеуі ше. Цирк и артисты, они должны находиться в театре. Каждый должен заниматься своим делом. Бір көргің келеді күшті кандидаттар риза болып тұрған осы неге жағдайым құрылтайдағы. Бірінші риза болған жағдайым. То, что реально заңды білетін заңгер, прокурор қыз, қазір енді уже прокурор емес, Айжан деген ана Бишімбаевтың несіндегі қыз, вот сол қыз депутаттыққа ілініп жатыр кандидатқа. Вот мен соған ризамын. Депутаттыққа заңды білетін адам келсін. Қалғандары дейтін білмеймін анша дейді. Просто не сияқтан сан бар сапа жоқ. Мысалы түсінбеймін осы ұрған. Блогер, әнші сымақтар неге үкіметке кәдімгідей не істейді? Араласады. Дым білмей тұрып. Мысалы, адвокаттар келіп өлең айтып кетсе, не болады екен онда? Еліміз не болады онда? Түсінбеймін. Біз айтуымыз керек, біз қарсылығымызды білдіруіміз керек. Сіз болатын нәрсені болады деп, болмайтын нәрсеге болмайтынды ашық түрде айту керекпіз. Сондықтан мына депутат болғысы келіп жүрген әншілер, блогерлер, ақындар, бұлардың аяқ астынан депутат болып саясатқа араласып кетуі бұл барлық адамдарды алаңдатып отыр. Бұл алаңдауға татырлық, алаңдауға әр азамат міндетті және борышты деп есептеймін. Сондықтан мен де алаңдаушылығымды білдіремін. Өйткені олар бұрын соңды саясатпенен үлкен сахнада жүрмеген, саясатпен араласпаған, биліктің ағын ақ, қарасын қара деп бір экран бетіне шығып айтпаған, сауық сайран құрып, қалаулым сияқты әртүрлі бағдарламаларды насихаттап сөгіске қалып жүрген адамдардың бүгінгі таңда депутат болам деп келуі бұл алаңдатарлық жайт. Сондықтан осындай аяқ астынан депутат болғысы келетін өнер адамдарының саясат сахнасына келуіне қарсымыз. Сондықтан барлық осы елдің азаматы түсіну керек, білу керек, қарсылығын білдіру керек. Ол саясат сахнасына, сол саясатпен айналысқан кісілер және осы заң саласында көп жылдан бері айналысып, осы салада еңбегін сіңірген адамдардың заңмен айналысуына, депутат болуына болады. Ал өнер адамдарын мүлде келтірудің қажеті жоқ. Бұдан да бұрын көрдіңіздер қаншама өнер адамдарының депутат болып келіп бітірген ісі жоқ. Сонымен бірге мына спортсмендер де бар. Әркім өз жұмысын білген дұрыс. Сондықтан әрбір қарапайым қазақ осында видео түсіріп қарсылықтарыңызды білдіргендеріңіз дұрыс болады деп ойлаймын. Саясатқа
заң шығаратын органға нағыз заңгерлер келсін. Қазір халық бәрі емес, белгілі бір деңгейде кәсіби ретпен тамақ алып жүр. Айтсаң популист боласың, осыны көтерсең, бірақ шындығында рас нәрсе. Кеше мәжілістің таратылуында мемлекет басшысы айтты, негізгі міндет мемлекеттің алдында тұрған ол халықтың әл-ауқатын көтеру деді. Қазір қарап отырсақ, осының барлығы меніңше үкіметтің, экономистердің мойнында тұрған міндет қой. Сыртқы саясатта біздің ұпайымыз белгілі бір деңгейде түгел. Оны президент реттеп жатыр. Шүкір. Соғыс болып жатқан жоқ. Әйтпесе айналаның барлығы қайталас, арпалыс. Ал қазір осыны ішкі саясатты реттейтін, бұл әрине ішкі осы экономикалық мәселелерді реттейтін, ол біздің осы үкіметтің алдында тұрған міндет. Оны кеше президенттің өзі де шегелеп тұрып айтты. Сондықтан кім қалай түсінеді, кім қалай қабылдайды, бірақ бұл негізгі мәселе екені рас. Халықты жұмыспен қамту, елдің әлеуметтік экономикалық мәселесін реттеу. Сол үшін де осы қазір қайта үкімет жасақталады, жаңа депутаттар келеді, оның барлығы неше жетегенде белгілі бір деңгейде шешіліп те жатыр, бірақ осы әлеуметтік экономикалық мәселе реттелсе, бізде алған дүниелер өз-өзімен шешімін онсыз тауып жатыр. Инфрақұрылым мәселесі бізде тоз-тоз болып кеткен қазір. 30 жыл ойнап, дойлап, домбыра тартып, атқа мініп, әлеуләйден салдық қой. Бірақ қазір байқасаңыздар, популистік жұмыстармен президент айналып жатқан жоқ. Керісінше сол тозып кеткен кәріз құдықтары, яғни инфрақұрылым, одан кейінгі 3 ауысымды мектептер мәселесі реттеліп жатыр. Одан кейінгі мына емханалар, медицина, білім беру деген дүниелер. Осының барлығын енді реттеп жатыр ғой. Бірақ енді дәл осы президенттің тапсырмасын орындау керек деп есептеймін. Көпшілік ойлайды, Тоқаев халықтың несін естімейді, қатысы жоқ. Естіп жатыр. Басты мәселе кеше мәжілістің таратылғанда ең басты мәселе, ең басты алдымызда тұрған мақсат ол халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайын реттеу деді. Сапасын көтеру деді. Меніңше осы нәрсе реттелсе, мен жүрегім ауырады кәдімгідей. Кәсіби ретпен тамақ алып жатқан кезде, несиеге тамақ алып жатқан кезде. Солай. Сіздердің пікірлеріңіз қалай? Менге жаза кетіңіздер. Ақша тіркеліп ұмытпаңыздар.